Баршаңызға сәлем. Америка Құрама Штаттарында 332 миллион адам өмір сүреді. Халықтың орташа тығыздығы Латвиямен бірдей деңгейде, шаршы километрге 33,6 адам. Осыған қарамастан, Америка Құрама Штаттарының көп бөлігі өте нашар қоныстанған. Мұны түнгі спутниктік суреттерден, жанармай құю станцияларының орналасу карталарынан және халық тығыздығы картасынан көруге болады. Байқасаңыздар, халықтың қоныстануы сызықпен бөлініп қойған секілді. Және Америка Құрама Штаттарының халқының 80% шығыс бөлігінде қоныстанған. Штаттар арасында көрсеткіштің ең жоғарғы мәндері Нью-Джерсиде шаршы километрге 487,7 адам және Род-Айлендте шаршы километрге 409,8 адам. Халықтың ең төмен тығыздығы батыстағы Вайомингте 2,3 адам. Неге бұлай? Бүгінгі шығарылымда америкалықтардың 80% неліктен Америка Құрама Штаттарының шығыс бөлігінде қоныстанғанын және елдің көптеген батыс аймақтары бос тұрғанын түсіндіруге тырысамын. Мына суретте Америка Құрама Штаттарының көршілес 48 штаты бір сызықпен екі бөлікке бөлінген. Оны әдетте батыс бойлықтағы тиімді 100-ші меридиан деп атайды. Неліктен бұл сызық солға, оңға емес, неге дәл осылай орналасқан? Байқап отырсаңыздар, осы сызықтың екі жағындағы халық тығыздығы да екі түрлі. Бұл сызық қайдан пайда болғанын анықтамастан бұрын бірінші тарихқа үңілейік. Колумб Американы 1492 жылы қазанда испандық экспедиция құрамында ашқан болатын. Алғашқылары Пуэрто-Рико мен ақштың Вирджин аралдары болды. Кейіннен басқа европалықтар да келе бастады. Ағылшын Джон Кабот шығыс жағалауды ашты және сол жерде алғашқы ағылшын қоныстарының негізін қалады. Бұл аймақ әлі күнге дейін Жаңа Англия деп аталады. Көріп отырғанымыздай, ақш аумақтарын еуропалық отарлаушылардың игеруі дәл шығыс жағалаудан басталған еді. Сонымен қатар ақштың ең ежелгі қалаларының көпшілігі шығыс бөлігінде орналасқан. Мысалы Бостон 1630 жылы, Хэмптон 1606 жылы, Плимут 1620 жылы, Джеймстаун 1607 жылы негізі қаланды. Ал ақштағы ең көне қала бұл Сент-Огастин. Оның негізі 1565 жылы қаланды. Бірақ 1769 жылға дейін батыс жағалауда тұрақты қоныстар болған жоқ. Бұл Еуропадан өте ұзақ географиялық қашықтыққа байланысты. Панама каналы тек 1920 жылы ғана ашылғанын ескерсек, осы уақытқа дейін ескі әлемнен Калифорния жағалауына дейінгі бағыт Дрейк өткелі арқылы оңтүстік Американы айналып өтетін жол болды. Бұл ретте Еуропадан келген желкенді кемелерге Атлант мұхитынан өтіп, Американың шығыс жағалауына өтуге бар болғаны 2 ай қажет болды. Әрине, шығыс жағалауға келген қоныстанушылар Тынық мұхитының жағалауына құрлық арқылы жетуге болмас пе еді деген сұрақ туындауы мүмкін. Бірақ ол кезде мұндай сапарға 1 жылдай уақыт қажет. Өйткені жол жұмсақ тілмен айтқанда оңай емес еді. Дегенмен, еуропалық өркениет бірте-бірте солтүстік Америка континентіне тереңдей түсті. 1790 жылдан бастап халық баяу, бірақ батыл түрде батысқа ауысты. Осы кездері америкалықтардың батысқа жаппай қоныс аударуы басталды. Жаңа англиялықтар Орегонға көшуді жөн көрді. Ал шығыс жағалаудың оңтүстік штаттарының тұрғындары Калифорнияға, Техасқа және Нью-Мексикоға. Мормондар сияқты бірқатар діни топтар мұны олардың өмір салтына ықпалын болдырмау үшін басқа дін өкілдерінен оқшаулау және олардан алшақтау үшін пайдаланды. Осылайша 1847 жылы Юта штатында алғашқы мормон қоныстары пайда болды. 1848 жылы Калифорниядағы атақты алтын лихорадкасы басталды. Сол кезде жаңа қоныстанушылар көптеген алтын кен орындарын ашты. Осыдан кейін 300 мың адам бұл штатқа шығыс жағалаудан да, оның сыртындағы аумақтардан да ағылды. Және қазіргі таңда батыс аймағындағы халқы ең тығыз орналасқан жалғыз штат болып саналады. Ал халық саны 39 миллион. Бұл дегеніміз Америка Құрама Штаттарының батыс бөлігіндегі халықтың 60%. Осылайша батыс халқы тек бірнеше қалаларда шоғырланды. Олардың ішінде Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Хосе, Сан-Франциско, Сиэтл, Портленд секілді қалалар бар. Сонымен, өзінің географиялық жағдайына байланысты ақштың шығыс бөлігі бірнеше ғасырға созылған дамуда артықшылыққа ие болды.
Панама каналының ашылуы және құрлықтағы көліктің заманауи түрлерінің пайда болуы батыс пен шығыстағы халықтың айтарлықтай теңестірілуіне әкелуі керек еді. Бірақ бұлай болмады. Бұған видеоның басында айтқан 100-ші меридиан себеп болды. 100-ші меридиан туралы алғаш рет 1870 жылдардың соңында америкалық географ Джон Уэсли Пауэлл құрғақ батыс пен құнарлы шығыс арасындағы климаттық шекараны анықтаған кезде айтылды. Ол батыс бойлықтағы 100-ші меридиан бойында жауын-шашын жылына 51 сантиметр болғанын байқады. Бұл сызықтың сол жағында жауын-шашын мөлшері күрт азаяды, ал оң жағында керісінше артады. Жылына 51 сантиметр дегеніміз не? Бұл суару жүйелерін енгізбестен ауыл шаруашылығын жүргізуге мүмкіндік беретін жауын-шашынның ең аз мөлшері. Сонымен қатар, белгілі бір аумақта өсіруге болатын дақылдардың түрлерін анықтайтын шекаралық шама. Атап айтқанда, 100-ші меридианның оң жағында ылғалды жақсы көретін жүгері негізгі дақыл болып табылады, және ол ақштың негізгі дақылы. Бірақ аталған сызықтың сол жағында оның орнына бидайдың құрғақшылыққа төзімді сұрыптары өсіріледі. Қазіргі уақытта 100-ші меридиан бұл ескірген түсінік. Климаттың өзгеруіне байланысты жылына 51 сантиметр жауын-шашын түсетін бөлу сызығы шығысқа қарай жылжып, қазір 98-ші меридианға жақын орналасқан. Америка құрама штаттарының орталық және батыс аймақтарында жауын-шашынның аз болуы рельефке байланысты. Кордильер тау жүйесі Тынық мұхиты жағалауынан келетін жылы, ылғалды желдерді ішкі бөліктерге өтуіне мүмкіндік бермейді. Ауа массалары тауға тіреліп, ылғал конденсацияланып, жауын-шашын түрінде түседі. Бұл жауын-шашын өзендер мен бұлақтарды қоректендіреді, бірақ олар континентке қарай ақпай, Тынық мұхитына қарай қайтады. Америка құрама штаттарының шығыс жағалауында да таулар бар. Олар Апалач таулары, бірақ олар әлде қайда төмен және Атлант мұхитынан ылғалға қаныққан ауа массаларының өтуіне іс жүзінде кедергі жасамайды. Олар Америка құрама штаттарының шығыс бөлігін жеткілікті жауын-шашынмен қамтамасыз етеді. Бірақ олар 100-ші меридианға жеткенде таусылады. Осылайша ақштың батыс бөлігі Еуропадан географиялық қашықтығына байланысты ежелден өте сирек қоныстанған аймақ болды. Мұнда ірі қалалар шығысқа қарағанда ондаған жылдардан кейін пайда болды. Негізінен Тынық мұхиты жағалауына жақын жерде орналасқан. Елдің батыс аумақтары биік таулы жоталары мен жауын-шашынның болмауына байланысты соңғы кездері кейбір өзендер құрғап кеткен. Соңғысы ауыл шаруашылығының дамуына да, халық санының өсуіне де ықпал етеді. Ал сіздер достар, қолдан жасалған әлем кереметтерінің бірі Суэц каналы үшін болған қарулы қақтығыстар туралы естіп пе едіңіздер? Және әлем экономикасына Мысырда орналасқан бұл каналдың қаншалықты маңызды екенін көрмеген болсаңыздар, мына сілтеме арқылы өтіп тамашаласаңыздар болады.